күн қыздар, менің есімім Дана Мырзакулова, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен муравейник жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті өнімдер: закрома 82-де 5% мұздай болуы қажет. Мен именно осыны қолданам, жақсы болғандықтан. Одан кейін бір жұмыртқа, сонымен қатар сметана, терка, разрыхитель және он міндетті түрде ситадан өткізген болуы қажет. Каналға тіркеліп, ұнап жатса лайк басуды ұмытпаңыздар. Және тек қана өздеріңіз ғана көріп қоймай, құрбыларыңызға, туысқандарыңызға WhatsApp желісі арқылы жіберуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше муравейникті жасауға кірісеміз. Ұнды бір ыдысқа салып алдым. Біз қазір тестасын жасайтын боламыз. Енді закроманы алып, яғни теркадан өткізіп, крошка етіп жасайтын боламыз. Міне, теркадан барлығын өткізем. Ұн мен майда осылай крошка етіп жасап шықтық. Міне қараңыздар. Майда осылай болуы қажет. Енді бөлек ыдысқа сметана, бір жұмыртқа және де разрыхительді қосамыз. Сметана, разрыхитель және де міне бір жұмыртқаны қосып, осыны жақсылап араластырып аламын және осы қамырға қосамын. Тестада байқасаңыздар, артық ешнәрсе жоқ. Қатты бір қымбат дейтіндей, қатты бір ой үйде табылмай қалады дейтіндей зат жоқ. Сондықтан міндетті түрде жасап қойыңыздар. Енді осы араластырған қосқанымызды осыған қосамын. Және қамыр етіп илейтін боламын. Не үшін сметананы қосып жатырмын, яғни тестамызды жұмсарту мақсатында. Қамыр етіп жасайтын кезде былайынан нежный қылып, былайынан тұрмай қойыңыздар. Бірден барлығын біріктіру мақсатында міне қолданыңызбен толығырақ кіргізіп біріктіріңіздер. Осыны одан кейін морозильникке 1-2 сағатқа қату мақсатында пакетке саламын. Тестаны осылай міне қатырып алдық, кішкене үгітіледі, одан қорықпаңыздар. Біз қазір морозильникке 1-2 сағатқа саламыз. Одан кейін бұны теркадан өткізетін боламыз. Сондықтан бұл үгітілетін жағынан қорықпай қойыңыздар. Морозильникке 1-2 сағатқа салам, оған дейін яғни начинкасы кремін жасайтын боламын. Морозильникте тестамыз тұрған уақытта біз уақытты бос жібермей, яғни осы варенканы аламыз. Кремін жасаймыз, яғни біріктіру мақсатында. Варенка және де закроманы 82-де 5%-lıқты ертіп алдым. Граммын барлығын неге жазатын болам видеоның астына. Мынаның барлығын полны қосып шығам. Варенканы полны қостым. Енді май қосып, қолды миксермен араластырсаңыздар да болады, немесе кәдімгі ручно өздеріңіз былай да араластырсаңыздар болады. Осы екеуін мен жақсылап біріктіремін. 10-12 минуттай духовкада тұрды. Қыздар, міне қараңыздар. Осындай кішкентай болып. Енді жаңағы дайындалған қоспамызға, яғни варенка мен май қостық, араластырып алдық. Осыған полный осы печеньеларымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Варенка барлығын қосып болған соң, осылай өздеріңізге қандай ыдыс удобно, соған салып, былайынан формасын шығарасыздар. Және бұны холодильникке 2-3 сағатқа саламыз, сол кезде қатады. Қалаған формада, жүрек форма болса да, өздеріңізге ұнаған кружка немесе кішкентай кружкаға да жасасаңыздар болады. Мына қараңыздар. Дәл осыны мен қазір холодильникке салам. Жасап көріңіздер және отзывпен міндетті түрде бөлісіңіздер қалай шыққаны. Былай қарасаңыздар, әшейін печеньенің барлығын үгітіп духовкаға салдық. Одан кейін варенкамен, яғни закроманы ерттік, все болды. Осындай құрам дайын болды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ұнап жатса, видеоны құрбыларыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сәттілік.